ақ зиянкестер. Сәлем, мен Мадинамын. Менің анам тұз бен қантты ақ зиянкестер деп атайды. Және маған оларды аздаған мөлшерде ғана жеуді үйретті. Неліктен екендігін қазір айтып беремін. Бізге тәттілер ұнайды. Себебі оларда біздің миымыз үшін және бүкіл организм үшін басты қуат көзі глюкоза бар. Қантты қант құрағы мен қызылшадан алады. Бірақ қант пайдасыз өнім. Себебі қант құрағы мен қызылшадан алу кезінде технологиялық өңдеу барысында барлық дәрумендері, минералдар мен денсаулыққа пайдалы басқа да заттектері жойылады. Қант пен тәттілерді көп жейтін болса, қант диабеті ауруы пайда болуы мүмкін. Бұл дегеніміз қандағы қанттың нормасынан жоғары болуы. Бұл қалай пайда болады? Біздің ұйқы безіміз инсулин гормонын өндіреді. Инсулин қандағы қанттың деңгейін нормасына дейін азайтады. Тәттіні көп жеген кезде қанға қант тез түсе бастайды. Ұйқы безі бірден инсулиннің көп мөлшерін бөледі. Инсулин қанттың деңгейін нормасына дейін азайтады. Егер тәттіні көп жейтін болса, ұйқы безі қарқынды жұмыс істейді және инсулиннің қосымша мөлшерін бөледі. Түбінде инсулин өз жұмысын орындай алмайтын болады. Ал қанттың қандағы мөлшері жоғары күйінде қалады. Сондай-ақ, қантты шамасынан артық тұтынғанда семіздік, бауыр аурулары, тіс-шегі пайда болуы мүмкін. Қантамырлар зақымдануы және жүрек қантамыр аурулары пайда болуы мүмкін. Сондықтан қантты күніне 6 шай қасықтан асырмай тұтыну қажет. Күні бойы желінетін өнімдердегі қантты қоса есептегенде, ал бір ретінде қантты 2 шай қасықтан артық жеуге болмайды. Көптеген өнімдерде қанттың мөлшері тым көп екендігін есте ұстау қажет. Коланың бір банкесінде 8 шай қасық қант, 1 стақан лимонада 4 шай қасық қант, 1 шоколадты батончикте 8 шай қасық қант, ванильді йогурттың 1 зауыттық стақанында 6 шай қасық қант, балмұздақтың 1 стақанында 4 шай қасық қант бар. Мұндай тәтті өнімдерді жиі тұтынуға болмайды. Дегенмен пайдалы тәттілер де бар. Бұл жемістер, жидектер, кепкен жемістер, бал, мармелад, зефир. Алайда мармелад пен зефирді аздап тұтыну қажет. Балды күніне 5 шай қасықтан асырмай тұтынуға болады. Ас тұзында минералдық заттектер, натрий мен хлор бар. Олар организмге мидан дененің басқа ағзаларына белгі беру үшін және басқа да маңызды қызмет үшін қажет. Тұзды аз мөлшерде тұтыну қажет. Күніне 5 граммнан аспайтын мөлшерде барлық дайын өнімдерде, нанда, ірімшікте, тағы да басқа болатын тұзды қоса есептегенде. Тұзды ұдайы организмге қажетті мөлшерден артық тұтынатын болса, қан тамыр қабырғалары созылымдылығын жоғалтады. Қан қысымы жоғарылайды, жүрек қан тамыр аурулары пайда болады. Бүйректің жұмысы бұзылады. Сондықтан чипсілерді, кириешкілер секілді қытырлақтарды, сосиска шұжықтарды, тұзды крекерлерді, соя соусын және тұздың мөлшері жоғары болатын басқа өнімдерді жиі жеуге болмайды. Асты көп тұздамаңдар. Егер адам балалық шақтан артық тұздалған тағамға үйренетін болса, оған кейін кез келген тағам тұзсыз және дәмсіз болып көрінеді. Дұрыс тамақтансаң, денсаулығың мықты, қуатың зор болады.